Саламатсыздар ма бағбандар? Біздер бақшамызда кабачок асқабақтар өсіреміз. Бұл асқабақ тұқымдастарды гүлдерін таңғы 5-6-да ашылған уақытта аналық пен аталығын бір-біріне қолмен тозаңдандыруға болады. Ол үшін аналық гүлдің тозаңы осындай бірнешеу болып тұрады. Ал аталықты осындай бір түйір ғана тозаң болады. Осы аталықты алып, аталық гүлдің тозаңын тазалап алып, аналық гүлге сүйкеп тозаңдандырамыз. Осылай бір аналық гүлге 3 аталық гүл керек. Мұны таңғы 6-да гүл ашылған бойда жасаймыз. Сол кезде біздің жемісіміз жақсы тозаңданып, жетіліп өсіп, бізде өнім көп болады. Гүлді қолмен тозаңдандыруға да болады. Пайдаланыңыз. Бақшаңыз көп болсын.